Құрметті әріптестер, бүгінгі дәрісте біздер тыңдалым, айтылым дағдылары, олардың негізгі ерекшеліктері туралы тоқталатын боламыз. Бұл дәріс негізінен оқыту тілі, қазақ тілі болып саналатын мектептердің оқу бағдарламасы бойынша жасалды. Яғни ол жерде тыңдалым, айтылым өздеріңіз білетіндей бірге оқытылады. Дәрісті бастайтын болсақ, жалпы тыңдалым дегеніміз не? Тыңдалым дыбысталған мәтінді мағыналық тұрғыда қабылдауға бағытталған сөйлесім әрекетінің рецептивті түрі. Өздеріңіз білетіндей, тыңдалым, оқылым, сөйлеу әрекетінің рецептивті түріне жатса, яғни қабылдау, рецептив. Ал жазылым, айтылым, сөйлеу әрекеті дағдыларының продуктивті түріне жатады. Productive skills, продуктивті өндіру, қабылдаған ақпаратты қайта жеткізу түріне жатады. Енді оқыту тілі қазақ тілі болып есептелетін мектептерде тыңдалым, айтылым дағдылар бірге жүзеге асырылады. Ал оқыту тілі орыс тілі болып табылатын мектептерде бұл екеуі екі бөлек дағды ретінде қарастырылады. Не себепті? Себебі оқыту тілі қазақ тілі болып саналатын мектептерде қазақ тілі пәні, сөйлеу әрекеттері, дағдылары негізінен қазақ тілі ана тілі болып саналатын оқушылар үшін арналған. Яғни бұл бағыттағы мектептердің оқушылары негізгі тілі қазақ тілі, яғни ана тілі. Ал ана тілі дегеніміз баланың дүниеге келген сәтінен бастап қалыптасатын тілі, және өздеріңіз білесіздер, оқушылар мектепке барғанға дейін екі дағдысымен қалыптасады. Ол тыңдалым, айтылым, тыңдау және сөйлеу, тыңдау және қайталау, үлкендермен қарым-қатынасқа түсу. Кейіп мектепке келген кезде бұл дағды әрі қарай тереңдей қалыптастыруды мақсат етеді. Енді тыңдалым мәтіндерін жалпы не үшін қолданамыз деген сұраққа жауап берейік. Тыңдалған материалды түсіне білу және қажетті ақпаратты ала білуге дағдыландыру. Біз өмірімізде әртүрлі мәтіндерді тыңдаймыз. Жаңалық, ән, бағдарлама, адамдар арасындағы әңгіме, дастархан басындағы әңгіме, пікірталастар, жолдаулар, немесе нұсқаулар, жарнамалар. Осы тыңдалған мәтіндерден біз қажетті ақпаратты алып, және оны түсіне білуіміз керек екен. Оқушыны түсіне білуге жаңағы бағыттау екен. Себебі әртүрлі мәтіннің әртүрлі мақсаты бар, тілдік құралдары бар, құрылымы бар, тағысы тағы осылай кете береді. Енді екінші мақсат не үшін қолданамыз деген сұраққа жауап берсек, әртүрлі мәтіндер арқылы оқушылардың сөздік қорын байыту және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Яғни бала тек қана ауызекі стильде ғана емес, көпшілік ортада сөйлеу білу, көркем сөйлеу білу, ресми кездесулерде ойын жеткізе білу секілді дағдыларын қалыптастырып, әртүрлі тақырыпта кез келген табиғат, экология, мәдениет, жаңа технология, кез келген тақырыптағы сөздік қорын байытуға бағытталады. Енді қандай мәтіндерді пайдаланамыз тыңдалымға? Жалпы бұл қалыптасқан оқу құралы ретінде қарастыратын болсақ, бейімделген мәтіндер, яғни мәтін тілі күрделі болуы мүмкін, оқушыларға оны жеңілдетіп, қысқартып ұсыну. Көркем мәтін, ол әдеби шығармалар, олардың аудиолары, әсіресе кітап-кезет сайттарында бар, әртүрлі мәтіндердің аудиоларын пайдалану. Көркем емес мәтіндер, бұл жаңағы публицистикалық, ғылыми, ресми, іскери және төрт стильге жататын мәтіндер. Нұсқаулар, кестелер, көркем емес шығармаларға жатпайтын мәтіндердің барлығы осы көркем емес мәтіндерге кіреді екен. Яғни көркем шығармаларға жатпайтын мәтіндердің барлығы көркем емес мәтін деп қарастырылады. Аутентті мәтіндер, бейімделген мәтін мен аутентті мәтінді қарастыратын болсақ, аутентті мәтін еш өзгеріссіз алынған мәтіндер. Бұл тілді қолданушылардың күнделікті өмір барысында қолданатын, түсінетін, белсенді пайдаланатын мәтін түрлері аутентті мәтін. Еш өзгеріссіз сыныпқа келіп, оқу мәтіні ретінде қолданылады.
немесе аутентті мәтінді бейімдеп ала аламыз. Оқу мәтіні деген не? Кез келген мәтін. Көркем шығарма болсын, жарнама, хабарландыру, жаңалықтар, ол оқушыға немесе мектепке деп жасалмайды, оның белгілі бір аудиториясы болады. Біз сол материалдарды егер сабаққа пайдаланатын болсақ, ол мәтіндердің бастапқы мақсаты өзгереді. Яғни біздің мақсатымыз оны оқу материалы ретінде пайдалану. Орыс тілімен айтқанда учебный текст. Оқу мақсаттары үшін пайдалану. Мазмұнын түсіну, астарлы ақпаратты анықтау, тілдік құралдарын талдау, аудиториясын анықтау деген мақсаттарды жүзеге асыру үшін кез келген мәтіндерді қолдану. Енді мәтіндер қалай таңдалу керек? Әрине кез келген мәтінді сыныпқа алып келе алмаймыз, оның белгілі бір шарттары бар. Біріншіден, лексикалық тақырып оқу мақсатына сай болу керек. Лексикалық тақырып мысалы табиғат, салт дәстүр, роботтар мен киборгтар деген бір тақырыптар болуы мүмкін. Ең алдымен ол тақырыпқа сай таңдалады. Екіншіден, оқу мақсаты. Оқу мақсаты нені сұрап тұр? Диалог, полилог, монолог па, әлде белгілі бір аядағы тақырып па, ғылыми бағыттағы тақырып па, публицистикалық стильдегі мәтін бе, қандай мәтін? Соны ажыратып алу керек. Одан кейін оқушының жас ерекшелігіне сай келе ме? Мысалы, 5-ші сыныпқа алынған мәтін мен 11-ші сыныпқа алынатын мәтін бірдей бола бермейді. Оқушының мәтінді ақпаратты қабылдау деңгейі әртүрлі. Одан кейін оқушының тілдік деңгейі, ол да аса маңызды. Оқушы қаншалықты күрделі мәтіндерді, ғылыми терминдері көп, күрделі құрылымды мәтіндерді қабылдауға дайын. Әдетте бұндай мәтіндер жоғары сыныптарда ғана берілгені дұрыс. Тыңдалым мәтіндерінің оқылымнан айырмашылығы неде? Екеуі де мәтін, бірақ айырмашылығы неде? Біріншіден, тыңдалым мәтіндері. Аудио мәтіндердің оқушылар үшін бірдей жылдамдықта оқылуы. Мысалы, оқылымда оқушылар өзіне сай, өзінің қабілетіне сай, асықпай оқитын болса, тыңдалымда ондай мүмкіндік жоқ. Сөйлеушінің жылдамдығына сай ақпаратты алуына тура келеді. Екінші айырмашылығы, оқушылардың мәтінді қабылдау деңгейі әртүрлі. Мысалы, оқылымда мәтінді қабылдау үшін суреттер беріледі, мәтіннің тақырыбы беріледі, қосымша ақпараттар беріледі, нүкте, үтір, сан секілді ақпаратты жүйелеудің құралдары беріледі. Ал тыңдалымда ол жоқ. Сондықтан оқушылар мәтінді қабылдау деңгейі де әртүрлі болады. Біреулер жаңағы нақты ақпараттарды түсіне білсе, біреулер жалпы мазмұны ғана түсіне білуі мүмкін. Бұл да аса маңызды. Үшіншісі, оқушылардың мәтінді бірдей түсіне алмай, қажетті ақпаратты қабылдай алмауы. Барлығы бірдей түсінбеуі. Сондықтан тыңдалым мәтіні сабақта бірнеше рет пайдаланған дұрыс. Оқушы бірден тыңдаған кезде ақпаратты түсіне алмауы мүмкін. Сондықтан кемінде 2 рет тыңдатып, 2 рет тыңдаған кезде әртүрлі тапсырма беруге тырысуымыз қажет. Сондай-ақ осы жерде көп сұрақтар қойылады. Тыңдалым мәтінін бағалаған кезде 2 рет оқуымыз керек пе? Қазіргі практикада өзім мектепте жасап жүргеннен кейін байқағаным, тыңдалымды бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90 бойынша жиынтық бағалауда 2 рет оқу практикасы бар. Ал негізінен жалпы сабақта 2 немесе бірнеше рет үзіп тыңдата беруге болады. Тыңдалым тапсырмалары қалай ұсынылуы керек? Тыңдалым тапсырмалары мәтін мен жұмыс кезеңдерінің қағидаларына сүйенеді, яғни тәртіпке сүйенеді. Ең алдымен бұл мәтінді тыңдамас бұрын оны дайындау, яғни мәтін алды тапсырмаларын беру. Мәтін алды тапсырмаларына әдетте не кіреді? Тақырып бойынша оқушылардың білімін тексеру, жаңа сөздерді үйрету, немесе теориялық белгілі бір ақпараттар беру, мәтін жанрына байланысты, тақырыпқа байланысты. Яғни оқушыны біртіндеп мәтін тыңдауға дайындау. Екінші, бұл ең негізгі кезең мәтін мен жұмыс тапсырмалар. Енді оқушы мәтінді тыңдауға дайын, енді оған қандай тапсырмалар беру керек? Негізі мәтін мен жұмыс тапсырмаларының өз ішінен 3-ке бөлінеді. Ең алдымен жалпы идеясын, мазмұнын түсіну.
Оқушы мәтінді бірінші рет тыңдаған кезде ешқашан нақты ақпаратты, тілдік құралдарды бірден анықтай алмайды. Себебі оған ақпаратты қабылдау, жаңа жоғарыда айтып кеттік, оқушылардың ақпаратты қабылдау деңгейі әртүрлі, сөйлеушінің жылдамдығы әртүрлі. Сондықтан оқушыға алдымен мәтін не туралы, қандай тақырып қозғалды, оқиға қай жерде болып жатыр деген сияқты жалпылама сұрақтар беруге болады. Одан кейін нақты ақпаратты анықтау. Нақты деп тұрғанымыз белгілі бір детальдар, иә. Кейіпкер не деді, кейіпкер қалай жауап берді, немесе қандай сандық ақпараттар берілді, деректер берілді деген сұрақтар. Үшінші, әрине тілдік құралдарға арнау. Мысалы, автор қандай эмоционалды экспрессивті сөздерді қолданды, мақал мәтелді қолданды, тағы да басқа. Яғни бұл жердегі біздің түсініп алуымызға қажет нәрсе, ол бала алдымен мәтінді түсініп алмай толық, тілдік құралдардың қызметін түсіне алмайды. Осы біздің басты бір қағидамыз болу керек. Яғни біз мәтінді толық түсінгенде ғана тілдік құралдардың қызметін түсініп, оны талдай аламыз. Процесс керісінше жүрмейді. Мәтіннен кейінгі тапсырмалар әдетте бұл айтылым тапсырмалары, талқылау, пікірталас, немесе грамматикамен байланысты тапсырма болуы мүмкін, немесе жазылым тапсырмасы болуы мүмкін. Яғни мұғалім белгілі бір өнімге алып шығуы қажет. Енді тыңдалым мәтіндерін ұсынудың негізгі қағидаттары. Тыңдалым мәтінін ұсынбас бұрын алдымен біз өзіміз осы мәтінге дайындалуымыз керек. Дайындық кезеңі. Мәтінді бірнеше рет тыңдап көру, өзімізге тыңдап көру. Түсінікті ме, сапасы дұрыс па, мәтін мазмұны мен тілдік ерекшелігі оқушыға сай ма. Одан кейін мәтін мен жұмыс кезеңдері үшін әртүрлі тапсырманың қажеттігі. Бірыңғай ашық сұрақ немесе бірыңғай жабық сұрақ емес, әртүрлі тапсырма. Сол кезде оқушыға мәтінді тыңдау, қабылдау өте қызықты болады. Жалпы сіздер мәтін мен жұмыс тапсырмалардың түрлерін білесіздер. Бұл шын өтірік, шын жалған, жабық сұрақтар, ашық сұрақтар, сәйкестендіру, бос орындарды толықтыру, тағы да басқа тапсырма түрлерін қолдану. Мәтінді толық пайдалану. Бір сабақта, бір 45-40 минуттың ішінде бірнеше мәтін пайдаланғаннан көрі, бір мәтінді толық пайдаланған дұрыс. Мысалы, жалпы шамамен алып қарайтын болсақ, мәтін мен жұмыс кезеңіне кемінде бір 2 тапсырма кетеді, иә? Мәтін алды тапсырмасы кезінде, яғни мәтіннің алды тапсырмасы кезінде, артқа оралайық, мәтін алды тапсырма кезеңінде шамамен 2 тапсырма. Ой шақыру, жаңа сөздер түсіндіру, немесе теориялық ақпарат беру. Одан кейін мәтін мен жұмыс кезеңінде 3 тапсырма беретін болсаңыз, 5 болды. Мәтіннен кейінгі тапсырмада тағы бір тапсырма берсеңіз, 6 болды. Осының өзі де кейде көп болуы мүмкін. Сабаққа кемінде жақсы құрылған 4-5 тапсырма, 5-6 тапсырма жеткілікті. Сондықтан мәтінді толық пайдалану деген осы. Аудио құрылғылар мен аудио мәтіндердің сапасы. Кейде жаңағы интерактивті тақта дұрыс істемей қалуы мүмкін. Интернет нашар болуы мүмкін. Тағы да басқа мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан осы нәрселерге дайын болу. Келесі нәрсе, әрине, тыңдалым материалы ретінде нені қолдана аламыз? Ол аудио мәтіндер, бейне материалдар әртүрлі, YouTube канал, тағы басқа каналдарда кездесетін кино, мультфильм үзінділері, бұларда өте тамаша материал болып табылады, және сөйлеу әрекетінің күнделікті өмірдегі көрінісін көрсете алады. Қандай жағдайда кім қалай сөйлейді, ән, теледидар бағдарламаларын пайдалануға болады, жаңалық, авторлық бағдарламалар, аудио кітаптар пайдалануға болады. Немесе мұғалім мен оқушының мәтінді ауызша оқуы да тыңдалым материалы ретінде қолдануға болады. Яғни тыңдалым материалдары барынша әртүрлі қызықты, түрлі бағытта болғаны жақсы. Себебі бала өмірде әртүрлі материалдармен кездеседі. Бұл енді шынайы өмірге дайындау екінші жағынан. Айтылым дегеніміз ауызша вербалдық қарым-қатынас арқылы жүзеге асатын сөйлеу әрекетінің продуктивті түрі. Яғни біз есімізге мына нәрсені сақтауымыз керек. Тыңдалым айтылымға әсер етеді. Оқушы айтылым дағдысын
тыңдалым материалдары негізінде қалыптастырылады. Көпшілік алдында сөйлеу, материалды түсіну, интонацияны дұрыс қою, сөздерді дұрыс дыбыстау, тағы да басқа дағдыларды осы тыңдалым арқылы айтылымға шыға алады. Енді айтылым сабақтар қандай болуы мүмкін? Айтылым дағдыларын қалыптастыруға барысында рецептивті дағдылармен байланыс орнатқан дұрыс. Яғни рецептивті деп тұрғанымыз тыңдалым оқылыммен байланыс орнатқан дұрыс. Келесі формулады жүзеге асыруға болады. Тыңдалымнан кейін айтылымға шығару, оқылымнан кейін айтылымға шығару. Тыңдалым, грамматика, айтылым. Грамматика деп тұрғанымыз белгілі бір сөйлеу шарттары, себеп салдар, мысалы сағаласты қорды қолдана білу, құрмалас сөйлемдерді қолдана білу тыңдалымның негізінде, белгілі бір мысалдарын қолданып. Оқылым, грамматика, айтылым деп, яғни осы формулалар арқылы шығарып отыруға болады. Сонда сабақ дұрыс әдістемелік тұрғыдан дұрыс құрылымданған болып есептеледі. Немесе тек қана айтылымға арналған сабақта ұсынуға болады. Мысалы, пікірталас белгілі бір тақырыпқа, дебат, дөңгелек үстел, сұхбат алаңы, айтылымға сабақтар құруға болады. Айтылым дағдыларын қалыптастыруда белгілі бір тақырыпқа үнемі дайын тіркестер, клише, сөйлем үлгілерін, грамматикалық формаларды берген дұрыс. Мысалы, мақсатты айту үшін қандай сөздерді қолдану керек, себеп салдарды айту үшін қандай сөздерді қолдану керек, ниетті жеткізу үшін, алғыс айту үшін, тағы да басқа осындай дайын тіркестерді беру арқылы да оқушының айтылым дағдысын қалыптастыруға болады. Айтылым барысындағы негізгі мәселе оны бағалау немесе қатені түзеу мәселесі. Айтылым барысында қатені түзеткенде келесі нәрселерге назар аударуымыз керек. Қате өрескел болған жағдайда, егер бала сөйлеп тұрса, өрескел қате жіберсе, өрескел деп тұрғанымыз, мысалы, жаман сөздер, былапыт сөздер, түсінбей қолданып қалды. Немесе орынсыз біреудің көңіліне келетіндей сөздерді қолданып қалды. Сондай кезде ғана түзетеміз. Әйтпесе оқушыға ойын жеткізуге мүмкіндік береміз. Бала үлкен кісіге қарағанда өз ойын жеткізуде қиналады. Өз ойын аяғына дейін айтуына мүмкіндік беруіміз керек. Бала сөйлеп болғаннан кейін ғана кейбір қателеріне кері байланыс беруге болады. Жалпы қатені түзеудің өзінің бір жаттығулары бар. Бұл оқушыны сынып алдында масқараламау үшін жалпы балалардың назарын белгілі бір грамматикалық қателерге аудартуға болады. Балалар біз сөйлеген кезде мына нәрсеге назар аударуымыз керек деген секілді. Келесі, егер оқушы диалогке түсіп жатырса, сөзін бөлмейміз. Болады ғой, біздер екі оқушы арасындағы диалог тапсырмасын береміз. Егер бірден қатесін түзейтін болсақ, бала ойынан ажырап, не айтқанын білмей қалады. Яғни мүмкіндік береміз сөйлеуге, біздің мақсатымыз сөйлеуге үйрету. Егер бала керемет қатесіз сөйлеу білетін болса, онда оған сабақтың да қажеті жоқ деген сөз. Сондықтан біздің мақсатымыз үйрету, тәрбиелеу. Айтылым үшін қандай грамматикалық ұғымдарды, сөздерді берсек, соны бағалаймыз. Мысалы, қандай грамматикалық, бүгін айталық оқушыларға тапсырма бердік. Толымсыз сөйлемдерді пайдалану, немесе құрмалас сөйлемдердің ыңғайластық сағалас, қарсылықты сағаластарды қолдануды үйреттік. Енді осыны бала айтылым барысында қолдану керек. Оны ғана бағалаймыз. Яғни бүкіл қатесін бағаласақ, баланың мотивациясы түсіп қалмайды. Негізі фокус жасап отырған дұрыс. Әр сабақта бір грамматикалық қателерге, орфоэпиялық қателерге әр сабақ сайын фокус жасап отырған дұрыс. Яғни аз-аздан балаға үйретіп отырған дұрыс. Төртінші мәселе, оқушыларда жиі кездесетін грамматикалық қателерге сараптама жасап, оны түзету үшін арнайы сабақ ұйымдастырамыз. Сараптама деген қалай? Қателерді категорияға бөлу. Қандай қате? Балалар орфоэпиялық қате жібере ме? Оның ішінде қандай қате? Интонация ма, әлде сөздерді дұрыс дыбыстау ма, ықпалдар ма, не қате? Грамматикалық қате болса, неден қате жіберді? Шақтан қате жіберіп тұр ма, жалғаудан қате жіберіп тұр ма, не қате? Осыларды талдап алғаннан кейін барып, келесі сабақтарда қатені түзету деген сабақтар өткізсек болады. Ол үшін біз орфоэпиялық норманы
қолдану немесе орфографиялық қатемен жұмыс деген оқу мақсаттарын пайдалана аламыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Негізгі материалдар келесі ақпарат көздерінен алынды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.